Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге адамның денсаулығына пайдалы бауырдан өте оңай жасалатын котлет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші сіздерге қажет заттарды көрсетіп кетейін. Ол үшін бізге жұмыртқа керек болады, құрғақ ұн керек болады, дәміне қарай қара бұрыш және де тұз керек болады, және де сарымсақ керек болады, яғни чеснок. Бізде сарымсақ осы котлеттерімізге ерекше дәм беріп тұрады, және де бізге бауыр керек болады. Ең бірінші біз осы бауырды бізде ұсақтау ыңғайлы болу үшін пышағымыздың көмегімен кішкентай бөліктерге осылай кесіп аламыз. Мен бұл бауырлардың барлығын ұсақтағыш, яғни измельчительді ұсақтап алатын боламын. Сол үшін маған ыңғайлы болу үшін осылайынан мен барлық бауырды турап аламын. Өздеріңіз білетіндей, бауырдың бізге денсаулыққа пайдасы өте көп. Әсіресе кімде гемоглобині төмен болса, осы котлеттерді жасап жесеңіздер, өте күшті және де пайдасы тиеді деген ойдамын. Міне мен де барлық бауырды турап болдым. Енді қазір осыны біз ұсақтайтын боламыз. Міне мен осындай ұсақтағыш, яғни измельчительді қолданамын. Осы ыдысыма мен қазір бауырдың барлығын саламын. Шанышқының көмегімен немесе қасықтың көмегімен. Одан кейін осыны біз ұсақтайтын боламыз. Міне мен барлығын салып болдым. Қазір енді ұнтақтаймын. Бұл котлеттер бізде өте тез жасалады. Егер сіз асығыс болсаңыздар, ыстық тағам дайындау керек болса, осы котлеттерді дайындай қойсаңыздар болады. Міне жақсылап тұрып біздің барлық котлеттеріміз ұсақталғанға дейін жақсылап ұсақтау керек. Міне бізде қараңыздар, осында сұйықтық пайда болды. Енді осы сұйықтығымызды біз басқа бір ыдысымызға салатын боламыз. Өйткені оған басқа қоспаларымызды қосып араластыруға бізге ыңғайлы болу керек. Одан кейін үстіне мен дәміне қарай тұз бен қара бұрыш қостым, жұмыртқаны қостым. Келесі кезекте біз сарымсағымызды, яғни чесногымызды сақтап аламыз. Осылайынан сақтап, барлық сарымсақты мен 4 дана қолдандым. Сақтап шығу керек, немесе пышақтың көмегімен де өте ұсақ қылып турауға да болады. Бірақ міндетті түрде өте ұсақ қылып тураңыздар, егер пышақ қолданатын болсаңыздар. Енді менде сарымсағым салынды. Енді қазір осыны мен таяқшаның көмегімен араластырып алатын боламын. Немесе венчик болса, венчикпен де араластыруға болады. Тіпті шанышқымен де араластыруға болады. Өзіңізге қандай құрал ыңғайлы, сонымен араластырасыздар. Мен жақсылап барлық қоспам араласқанға дейін, жұмыртқам жақсылап араласқанға дейін солай араластырып алдым. Одан кейін үстіне ұнымызды салдым. Ұнымызды салғаннан кейін біз қайтадан осы таяқшамыздың көмегімен немесе шанышқының көмегімен осылайынан барлық қоспамыз біріккенге дейін араластырып аламыз. Менің міне сұйықтығым дайын болды. Қазір сіздерге қандай қоюлықта болу керектігін де көрсетіп кетемін. Міне қараңыздар, осындай қоюлықта болуы керек. Майымызды алдын ала қысып тұрған отта ысытып аламыз. Майымыз ысығаннан кейін осылайынан қасықтың көмегімен дөңгелек қылдырып біздің сұйықтығымызды салып шығамыз. Менің қолданып жатқан қасығым мультиварканың қасығы, өзі үлкен. Егер осындай қасықпен салсаңыздар, бір қасық салу жеткілікті болады. Ал егер де кәдімгі қарапайым ас қасықпен салатын болсаңыздар, ол кезде 2 ас қасық саласыздар. Менде бір жақ бөлігі шамамен 1-1,5 минутта пісті. Сырғайған кезде аударатын боламыз. Екінші жақ бөлігі де 1-1,5 минутта піседі. Менде максималды оттың қызуы 9 болса, мен 8-бен пісірдім. Тура солайынан сіздер өздеріңіз оттыңыздың қызуына байланысты қарап пісіресіздер. Тура осы әдіс бойынша барлық котлеттерімізді пісіріп шығатын боламыз. Асығыс болған кезде міндетті түрде осы котлеттерді дайындап көріңіздер, өйткені көріп тұрғандарыңыздай өте қолжетімді заттардан және де өте оңай жасалады, және де балалар да бұны сүйіп жейді. Міне мен жоғарыда айтып өткенімдей, егер де ас қасықпен салатын болсаңыздар, осылайынан 2 ас қасық сұйықтық салып отырасыздар. Менің міне котлеттерім дайын болды. Тіске басар ретінде дастарханға осылайынан әсемдеп, сәндеп ұсынсаңыздар болады. Мен қиярмен, қызанақпен және де аскөкпен әсемдедім. Немесе сіздер котлетті гарнирмен ұсынуға да болады. Мен мысалы міне осылайынан макарон пісірдім. Осылайынан дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Біздің котлеттеріміз өте дәмді болып шығады. Қазір сіздерге ортасын үзіп көрсетейін. Міне ортасы барлық жақсылап піскен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің келесі видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.